сау саламатсыздар ма? Менің сөзге тиек қылайын деп отырғаным, уақыт деген өтпелі, бүгінгі таңда өздерінің дәрежесімен, өздерінің мақсат мүддесіменен биікке жеткен, осы биыл құрылғандарына 20 жыл болған, 20 жыл аз уақыт емес, сол 20 жылдың ішінде қатарларын толықтыра отырып, қазақтың би өнерін дәстүрлі жолға салып, сол дәстүрлі өнерді жоймай, өнердің эстетикасын биік дәрежеге жеткізген Айкөркем би ансамблі туралы өз пікірімді, өзімнің естелігімдегі қалған, жадымда қалған жақсы күндерімді айтқым келіп отыр. Айкөркем би ансамблі 2000 жылы күз айы ауа сол кезеңдерде бастап құрылды. Ол кезде қаладағы алғашқы типтік үлгідегі 44-ші мектеп ашылған болатын, сол жылы 2000 жылы. Және сол мектептің директоры болып Молдашев Сәрсенбай Меңдіжанұлы азаматта директор болып тағайындалған болады. Сол Сәрсенбай Меңдіжанұлының негізгі алғашқы мектепті негізін құрғаннан кейінгі әрі қарай бастауы жалпы мектептің көтерудің дәрежесі эстетикалық бағыттан өнерге негізі бағыттаудан басталды. Мына осындай сол мектептің хореографиялық бағыттағы тәлімгері, яғни үйретушісі, ұстазы ол Сандуғаш Қаршығақызы бастаған болады. Міне бірлесіп, сол өзінің ой пікірін, өзінің ой ұсынысын, осындай би ансамблі құру жөніндегі негізгі ой пікірінің өзінің жұмыс жоспарында және бағытында ұсынған болатын. Мен ол кезде сол 44-ші мектептің оқу тәрбие жөніндегі директорының орынбасары болатын. Біздер қуана қолдап, өз ұсынысымызды мектеп директоры Сәрсенбай Меңдіжанұлына жеткіздік. Және сол жоспарлы би ансамблінің мақсат мүддесі және болашақтағы жолы бағдары жөнінде ой пікірімізді айтып, қолдау алып, сол ансамбль 2000 жылы құрылатын болды. Және де сол бишілер құрамын іріктеу, оларды қалыпқа түсіру, бағыт беру мақсаттарында алдыменен осы құрылып жатқан би ансамблінің атауын қою және оның сол эстетикаға сәйкес болуы, қыздарымыздың биге деген құлшынысына бағыт-бағдар беретіндей атауды іздестірдік. Бірнеше атауларды ұсындық, сөйтіп іштерінде мына жас сәбиге ат қойғандай жаңа дүниеге келген би ансамбліне біздер Айкөркем деген әдемі, яғни айдай жарық болсын және бастаған мақсат мүдделері көркем болсын деп біздер ырымдай осы Айкөркем би ансамблінің атауын қойған болатынбыз. Айкөркем би ансамблінің құлшынысы өте қарқынды болды. Өйткені сол негізгі құлшыныстың бағытын сезген, көрген Сәрсенбай Меңдіжанұлы бар қолдауын көрсетіп, яғни демеушілер тауып арқылы эстетикалық қалаған басай, яғни биік костюмдерін дайындау, тағы басқаларға құлшына кіріскен. Міне сөйтіп дүниеге Айкөркем би ансамблі келіп, өздерінің жоспарлы жұмысын бастап кетті. Яғни алғашқы күннен бастап, яғни алғашқы айдан бастап Айкөркем би ансамблі өзінің мектеп ішіндегі қалалық мектептің ішіндегі шаралардағы тез арада араласып кетті. Және де үлкен азғантай уақыттың ішінде қаладағы болып жатқан яғни іс-шаралар, сол кезеңдерде кіші топтарға балдаумен, үлкен топтарға дала дарындары деген фестивальдар болды. Әлі де бар. Сол фестивальдарға азғантай тәжірибемен араласып кетіп, және сол фестивальдардың алғашқы жүлделерінің, жоғарғы жүлделердің
яғни бірінші, екінші және бас жүлделердің иегерлері бірнеше рет болды. Міне сол жеңімпаз болғаннан кейін, ұмытпасам далаларында болса керек, жеңімпаз болып Астанаға жол жүретін болды. Міне сөйтіп ол Астана төрінде үлкен қошеметке ие болып келді. Айкөркем деген сәнді. Және менің әлі күнге дейін есімде Сандуғаш Қаршығазының еңбегі болды. Жатпай тұрмай күндіз-түні еңбектенетін еді. Кей кезеңінде, алғашқы кезеңдерде арнайы өздерінің бөлмесі болмады. Бірақ шағын сол бөлмелік класстық бөлмелерде қабыл жетістікке жетудің жолдарын іздестіріп, және Сандуғаш Қаршығазының бір ерекшелігі би композициясы құрылды. Бидің композициялық сюжеттік бағыт құруына ол үлкен фантазия болады. Және де соның әрбір табандылығының арқасында сол билер жарыққа шығып отырады. Мен әрбір жаңа бидің барлығының куәсі болдым. Менің әлі күнге дейінгі есімде ең бір сүйсініп кәдімгі тамсана бір қараған биім Кемпіртас биі болады. Кемпіртас биі. Менің әлі күнге дейін ұмытқан жоқпын. Ол ішіндегі костюмдер және сол биге құрылымдағы композиция, ырғақтар, би ырғақтар, бұның барлығы түгеліменен көңілден шыққан болады. Енді сол уақыттардағы әрбір биінің жетістіктері бұл ұжымның, яғни би ұжымының бірлігінің арқасында. Сол бірлігінің арқасында, сол табандылықтың арқасында Сандуғаш Қаршығазының шәкірттері, қазір өзінің шәкірттері үлкен дәрежелерге жетті. Ол сол шәкірттері бүгінгі күнде республика көлемінде танымал этно-би ансамбльдерін басқарып жүр. Біреуі соның іштеріндегі сол уақыттағы табандылықта кәдімгі бидің белсенді мүшесі болған Дәулетова Әсел болатын. Енді өзге де қыздар би саласында болмағанмен, олардың да өз жетістіктерін көп жылдарға дейін жемісін беріп, артынан ізбасарлар дайындап отырды. Енді бүгінгі қуанып отырған жағдай, менімен сұхбаттасып, менен пікір алуға келіп, яғни пікірлесе келіп отырған Ботагөз қызымыздың өзі сол Айкөркем би ансамблінің мүшесі. Қазір мінекей сол жетекшісімен бірлесіп еңбек етіп жатыр. Бұл табанды еңбектің жемісі деп есептеймін. Бүгін 20 жыл толып отырған төл осындай есімін беріп, қызымыздай, төл қызымыздай көз алдымызда өсіп келе жатқан Айкөркем би ансамблінің 20 жылдық мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Және соның жетекшілік жасап келе жатқан Сандуғаш Қаршыға қызының еңбегінің жемісі әрі қарай арта берсін. Бұл би ансамблі жекелік ойдағы емес, бұл халықтың этномәдениетінің бейнесін беретін ансамбль. Сондықтан да ансамбльдің барлық мүшелеріне, алдыңғы буынғы мүшелеріне, ортаңғы буын мүшелеріне, кейінгі жалғастырып келе жатқан буын мүшелеріне мерекелеріңіз, 20 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Қазіргі еңбекпен келетін би ансамблінің табысы өрлей берсін, жетістікке жете беруіне, әрі қарай ізбасарларының жалғасын тауып, бұның би ансамблінің 20 жылдық емес, 30, 40, 50 жылдықтарында, одан кейінгі жылдарында да ғұмырлы өмір тілеймін. Баршамызға да табысты еңбек болсын. Айкөркем би ансамблі дегенде әрине ең бірінші мектебіміздің ашылуы есімізге түседі. Бұл 6-шы шағын ауданда жаңа типті мектеп, 44-ші қазақ орта мектебі деген мектебіміздің ашылуы есіме түседі. Сол кездегі сол мектептің әрбір мұғалімі, әрбір оқушысы, ата-анасы осы қазақ мектебінің
сырты қандай сәнді болса, іші де сондай мәнді болса екен деген арман тілектеріміз болды. Алдыңғы қатар мектеп болса деген. Осы жолда әрине бірден нәтиже көрсететін өнер саласындағы, оның ішінде гобелен үйірмесі, әртүрлі ер балдардың қолөнерлерімен бірге осы Айкөркем би ансамблін құрған болатынбыз. Сандуғаш Қаршыға жаңа ғана жоғары оқу орнын бітіріп келген маман, идеясы, шабыты келіп, сондай әрине қаржы жағынан көптеген қиындықтар болды, бірақ соған қарамастан біздер осындай қазақ би ансамблін құрып, бұл құрылымда әрине негізі алғашқы директорымыз Сәрсенбай Менжанұлының да еңбегін атап өтуге болады. Бірден жарқырап шықты. Бұл би ансамблі тек қана бұл сахнада би өнерін ғана тәрбиелеу емес, жалпы қыздарымыздың қазақтың ұлттық өнерін жариялау, қазақ қыздарының сол өзін-өзі ұстауы, манері, мәдениетін қалыптастыру, осы бағыты бойынша көп жұмыстар жүргізілді. Қала, облыс, республика көлемінде, халықаралық дәрежеде. Сол кездерде әрине көптеген күндеріміз болды. Есіктерді қағып, костюмдарды тігуге қаражат іздеген. Бұл жерде барлық эскизін Шагирова Мариям мен Сандуғаш Қаршыға екеуі бірлесіп тұрып жасап келіп көрсетеді. Жаңағы қол бастайтын құмыраны технология пәнін марқұм Серікқали Ғинят жасап, яғни сол өнерге, сол Айкөркем би ансамблінің өнеріне біздің ұжымның әрбір мүшесі атсалысты. Біздің мақтанышымыз болды. Кез келген концертте шыққанда сондай ойларды ұзын, барлығы да әдемі, жаңағыдай қазақтың қызы осындай болса деген қыздарымыз, олар тек қана би өнерін үйреніп қойған жоқ, өз-өзін ұстау, биязылыққа, мәдениеттілікке үйренді. Сол келген қонақтарымызға үнемі сол биді көрсететініміз біздің мақтанышымыз болды. Күлшін Ағатайына келіп, біз Қазақстан өңіріне, біздің мектебімізге келіп, қыздардың биін тамашалап отырып, айтып, әрине бұл қыз жібектің ауылы болып, қыз жібектің ауылының қыздары да сіңлілері осындай болу керек екен, көзімнің нәрін алып деп, сол атқа лайық болды. Енді соның бер жағында әрине шәкірттері қазір көптеген сол бишілер болып жатыр, қалаға, облысқа танымал. Соның ішінде енді Ботагөздің өзі осы 44-ші мектепке келіп жұмысты жалғастырып жатыр. Бұл 20 жылдың ішінде талай қыздар осы би өнерін үйренді, өздерінің өміріне бір ізгілікті, табиғи жақсы мінез қалыптастырды, өнердің дәмін сезді деп есептеймін. Сондықтан келген 20 жылдық мерекеміз құтты болсын. Осы 10 жылдықты да керемет етіп үлкен сахнада дүркіретіп өткізгенбіз. Сонда көрермендер таңғалып еді, қанша би, қанша пластика, қанша ой жатыр бидің әрқайсысының қойылымында деп. Сондықтан да өнерлерін үстей берсін, алдағы сіңлілеріңіз осы өнерді Айкөркем би ансамблінің жұмысын жалғастырсын. Біздің мақтанышымыз болыңыздар. Сіздерге келгендеріңізге саулық, жақсы идеялар, жақсы билер, жақсы сахналар, жақсы жетістіктер тілеймін. Келген мереке құтты болсын. Мектебіміздің 20 жылдық мерейтой қарсаңында мектебіміздің тағы бір елеулі мерекесі деп Айкөркем би ансамблінің 20 жылдығын атауға болады. 20 жылдың ішінде Айкөркемнің шәкірттері облыстық, қалалық, республикалық, халықаралық деңгейлердің жеңімпаздары атанып келді. Атап айтсақ, Киев қаласындағы Дельфи ойындарының байқауының жеңімпазы, республикалық Айкөлек байқауының жүлделі орындары болып иеленді. Қала, облыс көлеміндегі өтетін қандай болсын бір шараның ортасында ойып тұрып орын алатын Айкөркемнің
орны ерекше. Себебі көрермендердің жылы ықыластарына бөленіп, сол көрермендерді әсем бір көңіл күйге бөлейді. Көркемнің ерекше бір қолтаңбасы ретінде сол шараның ойын іске асыратындай, сол шараға бір реңкі беретіндей, оның ерекшелігі бұл тақырыптық композиция. Әрине бұл үлкен еңбекті талап етеді. Осының басынан бастап, осы Айкөркем ансамблінің құрып, ұйымдастырып, осындай жетістікке жеткізіп келген ансамблдің көркем жетекшісі Сейітова Сандуғаш Қаршығарқызының да еңбегі зор. Және сол ансамблдің шәкірті Артыгалиева Ботагөз де осы би ансамблінің екінші көркем жетекшісі. 20 жылдық мерейтой қарсаңында талабы мен талғамы биік талантты шәкірттердің бағындырар белестері биік болсын деп келеді. Өнерлі өрге жүзейді демекші, өрлеудегі қанаттарын талмасын. Талантты да дарынды шәкірттердің көп болсын. Оқушыларымызды осындай шығармашылықтарға тәрбиелеудегі еңбектерін елеулі болсын. Мереке құтты болсын, мерейлерің үстем болсын.